Қазақстанның таңдауы көп векторлы интеграция. Интеграцияның ағымдары, қарама-қайшылықтар мен өркендеу жолы Single Market бағдарламасында. Басты бағдарда Қытай экономикасы. Қазақстандағы аға сеньорлар тәжірибесі. Желді бағындыруға жұмсалған қаражаттың өзін ақтайтын кезі. Тәжікстанның жиһаз өндірісіндегі перспективалары. Здравствуйте. Сәлеметсіздер ме, сіздермен бірге Еркебұлан Бекмұхамбет. Назарларыңызда Single Market бағдарламасы. Геоэкономика мәселелерімен айналысатын көптеген сарапшылар әлемдік индустрияның технологиялық ядросы бірте-бірте ғаламшардың азиялық бөлігіне қарай ығысып келе жатқанын мойындайды. Сәйкесінше жаңа экономикалық архитектураның қалыптасуында Азия елдерінің атқаратын рөлі де күшейеді. Бұл бірінші кезекте Қытайға қатысты. Беделді сарапшылардың осы құбылыс туралы пікірі шолушы материалында. Соңғы уақытта Қытайдың жалпы ішкі өнімінің даму қарқынының бәсеңдеуі байқалады. 2015 жылы елдің экономикасының өсуі жылына 6,9% деңгейінде, 2016 жылы 6,7% деңгейінде және 2017 жылы 6,9% деңгейінде болды. 2018 жылы ел билігі 6,5% деңгейіндегі өсу қарқынын белгілеп көрсетті. Қытай экономикасының бұған дейінгідей күшті даму қарқынынан айырылуының себептерінің бірі елдің өз қарыздарынан құтыла алмауымен байланысты. Өркендеу жылына 10% құраған кезде қарыздар экономикаға ауыр салмақ түсірмейтін. Өсу қарқынының баяулағанына қарамастан, Қытайдың жалпы ішкі өнімінің Америка долларымен есептегенде қатарынан 2 жыл бойы ұлғайып келе жатқаны белгілі. Нәтижесінде ел экономикасы әлемдік рейтингте ақш-тан кейінгі екінші орынға нық орналасты. Мұндай жағдай Вашингтонның 2018 жылдың шілде айында ресми түрде жариялаған қытайлық тауарлар импортына кедендік баж салығын көбейту қадамына қарамастан сақталып отыр. Сарапшылар аталған шаралар енгізілмей тұрып ақ сауда қақтығыстарының Қытай экономикасына оншалықты әсер ете алмайтынын болжаған еді. ақш-тың 70 мың компаниясы тікелей шетелдік инвестициялар шеңберінде өз капиталын Қытай экономикасына салып қойған. Сол себепті бұл елдің экономикасының өркендеуі таяу уақытта қандай да бір тәуекелдерге ұшырайды деп есептемеймін. Сауда-саттық маңайындағы қақтығыстарға қарамастан, аспан асты елі бұрынғыдай өз экспортының көлемін ұлғайтуды жалғастыруда. Бүгінде қытайлық тауарлар Канаданың, Францияның, Германияның, Ресейдің, Жапония мен ақш-тың нарықтарына көптеп жеткізіліп жатыр. Мысалы, аспан асты елі Франция мен ақш-ты басып озып, Германияның басты сауда серіктесіне айналды. Қытай экспорты соңғы жылдары жақсы трендке айналды. Сыртқы сауда үдерісі көкейдегі қалаған деңгейден біршама төмен болуы мүмкін. Соған қарамастан экспорт көлемдері үздіксіз ұлғайып, қытайлық тауарлардың сапасы жақсарып келеді. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының мәліметтеріне сүйенсек, бұл елдегі өнім өндірісіндегі технологиялар деңгейінің артып келе жатқанын байқауға болады. Қытайдың экспортымен қатар импортының көлемдері де ұлғаюда. Осыған байланысты Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің, соның ішінде Қазақстанның алдында тамаша мүмкіндіктерге жол ашылып жатыр. Оған қоса 2018 жылдың мамыр айында Астанада Еуразиялық экономикалық одақ пен Қытай арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылды. Келісімде екі жақты сауда-саттық мәселелері қарастырылған. Чтобы работать на китайском рынке, их прежде всего интересует не... Қытай нарығында жұмыс істеу үшін ең алдымен кедендік тариф емес, реттеу, басқару, техникалық регламенттер, шектеу шаралары, лимиттер секілді жайттар шешілуі тиіс. Осы аталған келісімнің жасалуы бізге билік органдар арасында өзара іс-әрекет жүргізуге және бизнесімізге қолайлы жағдайлар жасауға мүмкіндік береді. Взаимодействовать с властями и создавать благоприятные условия для нашего бизнеса. Қазақстанның Қытай экономикасымен өзара байланысы экспорттық мүмкіндіктер терезесі арқылы айқын көрінеді. Қытай бір жағынан республикамыздың шекаралас көршісі болса, екінші жағынан алып тұтынушы нарық. Қазір Қытайға тауарлар экспорттау, оның нарығында бәсекеге қабілетті болу жеңіл. Сол себепті бүгінгі туындайтын ең басты сұрақ экономиканың жеке меншік секторы мен жұмысты талап ететін әртараптандыру және Қазақстанда бұрын жұмыс істемеген салаларды дамыту.
Тауар алмасуды дамыту тұрғысынан Қытай ұзақ мерзімді перспективада үлкен жетістікке үміт арта алады. Тек аспан асты еліне ғана емес, жібек жолының экономикалық белдеуін қалыптастыру үдерісіне қатысатын өзге елдерге де пайда келеді деп күтілетін бір белдеу бір жол жаһандық бастамасының шеңберінде жаңа көкжиектер айқындалып жатыр. 67 мемлекетті қамтитын бір белдеу бір жол бастамасына әлем халқының 3/2 қатысады. Ол Қытайдан ұзақ мерзімді негізде қарызға ақша алуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар онда инфрақұрылым құрылысы, яғни темір жол желілерін, энергетика тораптарын, порттар, әуежайлар және тағы сол сияқтылар тұрғызу қарастырылған. 51 жаңа зауыт деген шартты атауы бар инвестициялық пакетті бір белдеу бір жол жаһандық бастамасының шеңберіндегі Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастықтың қадамы ретінде қарастыруға болады. Қытай инвестицияларына қазірдің өзінде бірнеше жоба жүзеге асырылып қойды. Соның ішінде солтүстік Қазақстан облысындағы өсімдік майын өндіретін зауыт, Қостанай қаласындағы JAC автомобильдерін шығаратын өндірістік желі, Ақтаудағы Каспий битум зауыты және Алматы қаласы мен Алматы облыстарындағы жаңармалы энергия көздерімен жұмыс істейтін 2 электр станциясының құрылыстары бар. Бүгінде таңғаларлық жағдай Қытайдың күшті қарқын мен экономикалық өркендеуінің арқасында елдегі жұмыс күшінің, жердің, жалпы еңбек ресурстарының құны жоғарылады. Көп ұзамай ол еуропалық көрсеткіштерді қуып жетеді. Сондықтан Қытай бұрын арзан өндіріс фабрикасының рөлін атқарған болса, бүгінде өндірістерін өзге елдерге көшіруді көбірек таңдайды. Бүгінгі таңда дәл осы Қытай жаһандық экономиканың жағдайының индикаторы және жалпы нарықтың дамуының мотиваторы болып табылады. Сол себепті сарапшылар болжап отырғандай, қытайлық жалпы ішкі өнімнің өсу қарқыны 2019 жылы сәл де болса арта түскен жағдайда, жаңа жылда әлемдік экономикадағы ахуал жақсы жағына қарай өзгереді деген үміт бар. Учитель — это тот человек. Ұстаз деп қиын көрінетін нәрселерді жеңілге айналдыратын адамды айтамыз. Америкалық ақын әрі философ Ральф Эмерсонның айтқан бұл сөзі кез келген салада, соның ішінде бизнесте де өзекті қолданыста. Кәсіпкерлікке қолдау көрсету мақсатында менторлық институты бүгінде көптеген елдерде жұмыс істеп жатыр. Ал Қазақстанда менторлық тәжірибе 2016 жылдан бері енгізіле бастады. Тақырыпты Анар Тастанбекова жалғастырады. Бизнес саласындағы менторлық институты әлемде бұдан 20 жыл бұрын дами бастады. Бүгінгі таңда бұл тәжірибе ақш-та, Ұлыбританияда, Австралияда және Аргентинада өте белсенді түрде қолданылады. Менторлық дегеніміз тәжірибелі кеңесші бизнесмендердің өз істерін дамыту үшін жаңаша тәжірибе үйренуді қажет ететін кәсіпкерлермен продуктивті қарым-қатынасы. Менторлар басқаша айтқанда тәлімгерлер жеке бизнестерін жүргізу барысында жинаған білімдерін, біліктерін және дағдыларын өздерінің қамқорлығына алған шәкірттерімен бөліседі. Қазақстанда менторлық тәсіл 2009 жылдан бастап қолданылып келе жатыр. Ол шағын және орта бизнесті қолдау бағдарламасының компоненті болып табылатын аға сеньорлар жобасында көрініс тапты. К услугам старшего сеньора мы пришли из-за... Өзімізде туындаған компаниямыздың ғаламтор маркетингінің нашар дамуы проблемасының себебінен біз аға сеньордың қызметіне жүгінуді шештік. Біз осы бағытта жұмыс жүргізуге кірістік. Осы саладағы халықаралық сарапшыны шақыруды жөн деп білдік. Пригласить международного эксперта именно в данной области. Компания ұлттық кәсіпкерлер палатасының Алматылық филиалына өтініш жолдады. Өтініште ол трансформаторлық қосалқы станциялар, бөліп тарату панельдері мен өзге де электротехникалық құрылғылар шығаруға, маманданған өндірістік бөлімшеге маркетинг жөніндегі маманның консультативтік көмегі қажет деп көрсетті. Нәтижесінде ұлттық палатаның бас компанияның және шетелдік ментордың арасындағы 3 жақты келісім шартқа қол қойылды. Ол маркетинг және тауарларды онлайн жылжыту жағынан табысты бизнесмен. Менторға өтініш беріп шақыртқан Алагеум Қазақстан компаниясы қолдауының арқасында өз сатылымдары айтарлықтай ұлғаяды деп сенеді. Рост продаж. Андрей Плотников, SMM менеджер. Ол брендтерді басқару және оларды әлеуметтік желілерде жылжыту бойынша маман. Оның міндеттеріне компанияның және оның өнімдерінің жағымды имиджін қалыптастырумен байланысты проблемаларды шешу кіреді. Андрей Ресейде, Филиппинде, Германияда брендтерді жылжыту бойынша қомақты жұмыс тәжірибесін жинаған.
Как работает склад ума у человека, у потребителя, он с годами меняется. Тұтынушылардың ойлау өрісі қалай? Ол үнемі дамып отырады. Жылдан жылға адам өзіне ненің маңызды, ненің маңызсыз екенін түсінеді. Тауардың қажеттілігіне мән береді. Қолындағы бюджетін өлшейді. Іздеу жүйелерінің жұмыс істеу саясаты өзгереді. Google'да да, Яндексте де реттеу факторлары өзгеру үстінде. Бұл үдеріспен жұмыс жүргізу маңызды. Ранжирование, как в Гугле, так и в Яндекс. И, соответственно, с этим важно постоянно работать. 2018 жылы аға сеньорлар жобасына алматылық 5 кәсіпорын қатысты. Олар негізінен жаңаша басқару және қызметкерлерді оқыту әдістері, өнімдерді экспорттық нарыққа жылжыту, кәсіпорынның мүмкіндіктері мен перспективаларын талдау секілді сұрақтар бойынша сарапшылық көмек көрсетуге қабілетті мамандарды жұмылдырды. Судя по заявленным Өтініштерде сұралған консультацияларға қарап, шағын және орта бизнесті жүргізудегі шетелдік тәжірибеге әрі тиімді, әрі тұрақты жұмыс жүргізуді қалайтын компаниялар қызығушылық танытып жатыр деген қорытынды жасауға болады. Демек олар клиентті және экспортты басты бағдарда ұстайтын кәсіпорындар. Анар Тастанбекова, Анатолий Валуйский, Алматы. Один из трендов мировой системы, которая занимается... Электроэнергиясын өндірумен айналысатын әлемдік жүйенің негізгі трендтерінің бірі жаңармалы энергия көздерінің үлесін ұлғайту. Бүгінде бұл нарық тек дамыған елдер ғана емес, дамушы елдер үшін де өзекті болып табылады. Бұдан 3 жыл бұрын Ақмола облысының Ерейментау қаласында Қазақстан аумағындағы алғашқы өнеркәсіптік жел қондырғысы іске қосылған болатын. Бұл жаңармалы энергия көздерінің дамуымен байланысты перспективалар тақырыбында әңгіме қозғауға себеп бола алады. Источников энергии. Қазақстан өзінің жасыл энергетика принциптерін қолдайтынын 10 жылдан бері дәлелдеп келе жатыр. 2009 жылы жаңармалы энергия көздерін пайдалануды қолдау туралы заң қабылданды. 2013 жылы республика жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасын бекітіп, осы салаға жататын жобаларды мемлекеттік қолдау механизмін іске қосты. Бүгінде Қазақстанда жаңармалы энергия көздерінің әлеуетін пайдаланатын 57 электр станциясы бар. 4 объектінің жобалаушы операторы Самұрық энергия электроэнергиясы секторындағы мемлекеттік мүдделерді жүзеге асырушы аса ірі холдинг. Бұл республиканың жаңармалы энергетиканы дамытуда ұлттық басымдықтар деңгейіне қоятынын көрсетеді. Жаңармалы энергия көздерінің үлесі шамамен 1%-ды құрайды. Республикада қазір қарқынды жұмыс жүргізіліп жатыр. Бірқатар компаниялар жаңармалы энергия көздерін өндіретін жобаларды жүзеге асыруда, инвестициялар тартуда. 2020 жылға қарай республикадаға жаңармалы энергия көздерінің үлесі 3%-ға жетуі тиіс. Әрі қарай 2030 жылға дейін 30%-ға, ал 2050 жылға дейін 50%-ға дейін жеткізу мақсаты тұр. Самұрық энергия холдингінің жаңармалы энергия көздері саласындағы алғашқы жобасы Ақмола облысының Ерейментау қаласындағы жел электр станциясы. 2015 жылдың желтоқсанында ел президенті жалпы ұлттық телекөпір барысында объектіні іске қосқан болатын. Содан 3 жыл өткеннен кейін 2018 жылдың жазының соңына қарай жел станциясы алаңында жобаның аралық қорытындылары шығарылып, перспективалары жарияланды. За 3 года мы полностью... 3 жылдың ішінде біз толықтай жергілікті кадрлармен жасақталып үлгердік. Оқыту дайындығынан өттік. Өз күшімізбен станцияға қызмет көрсете алатындай дәрежеге жеттік. Станцияның қуаттылығы жылына 45 мегаватты құрайды. Бір жылда 172 миллион сағаттың жұмысы істелінеді. Бұл Екібастұздың 60 мың тонна көмірін жаққанмен пара-пар. Жыл сайын ауаға бөлінетін СО2 газының мөлшерін 170 тоннаға азайтып отырмыз. На около 170 тонн в год. Мұнда әр қайсысының қуаттылығы 2 мегаватты құрайтын 22 жел турбинасы жұмыс істейді. Қондырғылар Германияның Forlander Technology компаниясында өндірілген. Олар желдің секундына 3 метрден 25 метрге дейінгі жылдамдық диапазонында жұмыс істеуге бейімделген. Жалпы Қазақстанның жаңармалы энергия көздері бойынша перспективалары жайлы, соның ішінде жел энергетикасы туралы сөз қозғайтын болсақ, айтарлықтай бір қызықты көріністің куәсі боламыз. Жаңармалы көздерден өндірілетін энергияның 60% шағын гидроэлектростанциялардың үлесіне тиеді. 30%-ын жел станциялар өндірсе, қалған 10% ғана күн батареяларының үлесінде. Қазақстандық сарапшылардың пікірінше, осылардың ішіндегі ең маңыздысы деп жел станцияларын атауға болады. Республика аумағында әр аймақта желдің соғуы бір тоқтамайтын күшті жел дәліздері бар. Оған қоса бұл энергия көзінің жоғары пайдалы әсер коэффициентін де есепке алуымыз қажет.
Соғып тұрған жел бар болса, жел генераторлары тәулік бойы істеп тұра береді. Күн панельдері қолайсыз ауа райында жұмыс істемейді. Сол себепті жел энергетикасы айтарлықтай қарқынмен ілгері дамып келеді. Достаточно вперед. Қазақстандық жел энергетикасын саралап қарайтын болсақ, оның кейбір теріс жақтарын байқауға болады. Күн станцияларымен салыстырғанда жел қондырғыларының операциялық шығындары едәуір жоғары. Себебі әрбір жел турбинасы көптеген ұсақ бөлшектерден тұрады. Оның үстіне қондырғылардың бағасының қымбаттығы тағы бар. Қазақстанның көмірсутек секторында жұмыс істейтін шетелдік компаниялар корпоративтік жауапкершіліктің жаңа тенденцияларына байланысты жаңармалы энергия көздері саласын, соның ішінде бірінші кезекте жел энергетикасын дамытуға өз үлестерін қосуға дайын. ERG, Chevron, Кейтич үлкен жел қондырғылары жобаларын жүзеге асыруға мүдделік танытып отыр. Мысалы, Кейтич Астана түбінде 100 мегаваттық станцияның құрылысын бастап жатыр. Chevron тіпті Экспоға дейін 100 мегаваттық қондырғы орнатуды ұсынған еді. Готовы к строительству в районе Аркалыка. Жайлы перспективалар 2018 жылдың мамыр айында халыққа таныстырылған халықаралық жасыл технологиялар және инвестициялық жобалар орталығынан күтіледі. Орталық Қазақстанның елордасында Экспо көрме кешенінің инфрақұрылымдық базасында ашылған болатын. Новый центр должен стать в регионе единым окном для... Жаңа орталық таза энергия құйылатын инвестициялардың, яғни жаңармалы энергия көздерін дамытудың аймақтағы бірыңғай терезесіне айналуы тиіс. Қаражаттың желге ұшқанын емес, ауқымды түрде желді бағындыруға жұмсалғанын білдіретін бірден бір жағдай осы. Таджикистан – страна, которая исторически... Тәжікстан тарихымен де, географиясымен де, алдағы перспективасымен де Қазақстанмен сабақтасып байланысып жатқан ел. Бүгінде аталған республикада байқалып отырған барлық елеулі үдерістер біздің назарымыздан тыс қала алмайды. Бұдан бірнеше жыл бұрын Тәжікстанның солтүстігінде арнайы экономикалық аймақ құрылған болатын. Жобаның мақсаты бәсекеге қабілетті өнімдер шығаратын заманауи кәсіпорындар құру. Пускать конкурентную продукцию. 2016 жылдан бері Тәжікстанның өңдеуші өнеркәсібі жүзеге асырылу мерзімі 5 жылға есептелген 2 түйінді бағдарлама бойынша жұмыс істеп келеді. Олар экспортқа және импортты алмастыруға ықпалдасу және республиканың орта мерзімді даму бағдарламасы. Президентом нашей Үкімет импорттық тауарларды ауыстыру және оларды республиканың өзінде өндіру туралы шешім қабылдады. Осыған байланысты бұрын шетелден сатып алынып келген өнімдерді әртараптандыру және олардың атауларын ұлғайту міндеті қойылды. Республикада қабылданған бағдарламалар еркін экономикалық аймақтарға жаңаша күш-қуат берді. Бүгінде Тәжікстанда ондай аймақтардың 4-еуі бар. Аймақ жерлерінде өнімдер өндірумен және қызметтер көрсетумен 20-дан астам компания айналысады. Кәсіпорындардың басым көпшілігі елдің солтүстігінде, Соғды облысында орналасқан. Ағаш өңдейтін мына кәсіпорын Соғды еркін экономикалық аймағында қызмет етеді. Оның ашылғанына әлі 2 жыл толған жоқ. Зауыт ағаш профильдер, терезелер мен бөлме аралық есіктер өндірісіне маманданған. Әлеуетті қуаттылығы жылына 250 мың текше метр ағашты құрайды. Біз ең озық деген жабдықтармен жұмыс істейміз. Өнімдерімізге сұраныс көп. Жан-жақтан көптеп тапсырыстар келіп түсіп жатыр. Кәсіпорында ең заманауи өндірістік желілер орнатылған. Жабдықтар Италиядан, Словениядан және Украинадан сатып алынды. Сондықтан оның барлық өнімдері ең жоғары деген талаптарды қанағаттандырады. Аз ғана уақыттың ішінде кәсіпорын Тәжікстан нарығымен қатар шетелдердің де нарықтарында өз орнын таба білді. география продаж нашей продукции распространяется как в Афганистан, Қазақстан. Өнімдеріміздің сатылу географиясы Ауғанстанға, Қазақстанға, Қытайға дейін созылып жатыр. Пәкістанға да шығуды жоспарлап қойдық. Сапасы және баға саясаты жағынан біз бәсекеге қабілеттіміз. Ценовой политики, в общем-то, мы сегодня являемся достаточно конкурентоспособными. Кәсіпорын өзінің даму жолында тұралап қалған жоқ. Оның дәлелін Италиядан, Түркиядан, Қытайдан супер заманауи жабдықтар сатып алуынан және өндірістің мүлдем жаңа түрі жиһаз жасау бойынша алысты көздеген көруге болады. Будем выпускать продукции как Мектептерге, балабақшаларға, медициналық мекемелерге арналған жиһаздар шығаратын боламыз. медицинских учреждений. Кәсіпорынның экспорт бағытында қол жеткізген жетістіктері мен өнімдер ассортиментін кеңейтумен байланысты. Перспективалары ағаш өңдеуші кәсіпорындарды халықаралық ынтымақтастыққа ынталандырады. Бұл бағыт бойынша алғашқы тәжірибе де бар. 2017 жылы Қырғызстанның Ош облысының аумағында бірлескен кәсіпорын ашылды.
Бүгінде компанияның басшылығы жиһаз өндірісінде қомақты тәжірибесі бар беларустық серіктестерінің қатысуымен дәл осындай кәсіпорын құру бойынша жобаларын пысықтап жатыр. Міне осындай жоспарлары зауыттың сапалық тұрғыдан жаңа даму деңгейіне шығуға дайын екенін көрсетеді. На сегодня это все. С вами был Еркебулан Бекмухамбет. Сіздермен бірге болған Еркебулан Бекмухамбет Single Market бағдарламасында қайта жүздескенше. До встречи в программе Single Market.